Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Лайк басып, комментарий жазып кеткендеріңізге үлкен рахметімді айтамын. Қазіргі расклад осы июнь айында қандай өзгерістер болады? Сіздің өміріңізде соны көретін боламыз. Қазір түсірейін деп жатқан расклад ол общий расклад деп аталады. Яғни барлықтарыңызға арналған. Бұл жерде общий болғандықтан кішкене сәйкес келмеуі де мүмкін. Егерде жеке аштырам десеңіздер, ашып беремін. WhatsApp номерімді астына жазып қалдыратын боламын. Хабарласыңыздар. Қазір көрейік, осы маусым айында, июнь айында қандай өзгерістер болады? Көрейік. Өміріңізде қандай өзгерістер болады? Бұл айда ойыңыз әртүрлі, кішкене өсек сөздер болады. Оған мән бермегеніңіз жөн. Тағы да айтатыным, әртүрлі армандарыңыз бар екен, және де өміріңізде өзіңіздің бір сүйіктіңіз болсын, бір адамды күтесіз, ол адам сізге связға шығады, сіздің жүрегіңіз жарал болып қалу әбден мүмкін. Бұл жерде июнь айында, маусым айында қандай өзгерістер болады? Көрейік. Ол адамды күтесіз, сіз бір-бірлеріңізді тартасыздар, және де бұл жігітті күтіп жүргеніңіз көрсетіліп тұр, және де бұл жігіт келеді, қайтадан кетеді деген сияқты. Жалғыздықты сезінесіз, және де өте, соған қарамастан өте бір өзіңізді активность пайда болуы мүмкін. Бұл айда барлық стресс жағдайдан өтіп жүргеніңізде көрініп тұр. Соған қарамастан сыйла деген карта түсті. Бұл жерде өте барлығын жеңіп шыға алатын сондай адамның картасы түсті. Және де бұл айда 2024 жылы осы июнь айына ашып жатырмын. Қазір бұл жерде 4 карта шығардым. Кішкене переживанияңыз бар. Және де бір істі аяқтау үшін завершение, яғни аяқталуы, бір ісіңізді аяқтайсыз. Ол жақсы жаңалық, бірақ іште бір өкінішіңіз бар сияқты, негізі переживание бар сияқты. Енді зарплата күтуіңіз мүмкін. Бұл жерде үнкес бұл картаға күту көрсетіліп тұр. Қандай бір шешім қабылдасаңыз да, иерофант ақылмен шешу керек. Және де көп адамдарға мотивация беру. Сондай карта түсті. Енді бұл жерде жақсы жаңалық болады ма? Әрине, жақсы жаңалық болады. Өміріңізді басқа қырынан жаңадан бастау деген сияқты карталар түсіп жатыр. Және де көтере алмай жүрген келіншектерге көтеру осы айда түсіп тұр. Жақсы жаңалық. Және де қарыздан құтылу. Қарыздан құтылу түсіп тұрған жоқ бұл жерде. Бұл айда қаражатыңыз кішкене тапшы болуы мүмкін, және де сондай кредит болуы мүмкін, бір қарыздар болуы мүмкін. Қандай қарыз? Иә, бір көтерілгіңіз келеді, жаңағыдай өзіңіздің жағдайыңызды жақсартқыңыз келеді. Әрине, бар адамның арманы ғой, жақсы жаңалық. Сондай өрлеу, жаңадан болмаса кәсібіңізді өрлету деген сияқты жаңа бір бастамаға қол жеткіңіз келеді. Сондықтан бұл жерде кредит алуыңыз мүмкін, және де кредиттен құтылудың бір сондай ойластырып жүрген боларсыз. Общий расклад болғаннан кейін, общий айтып жатырмын жағдайға байланысты. Бұл жерде ерлі зайыптылар ұрысып қалуы мүмкін негізі. Бірақ жігіттің өзі активность танытып, өзі келуі мүмкін, кешірім сұрап деген сияқты. Енді семейный жағдай. Бір шешімін таба алмай жүрген сондай отбасылар болады ғой.
сондайға карта түсті, 4 карта. Бұл жерде мына қандай бір шешім қабылдай алмай жүрген тупик болып тұр да. Егер де былай түссе, ол жақсы еді. Былай тұр, өзін-өзін повешенный карта. Бұл жерде қарым-қатынасты жақсарта алмай жүріп, кішкене ұрысып қалуларыңыз мүмкін. Бірақ жігіттің өзі қайттан мына активность түсіп тұр ғой жігіт жаққа қарап. Жігіттің өзі қайттан кешірім сұрап, жігітіңіз өзі келуі мүмкін. Тағы да қандай өзгерістер болады көрейік осы маусым айында. Июнь айында қандай өзгерістер болады көрейік. Жұмыс мәселесіне түсті. Жұмыс мәселесі бойынша кішкене көремаушылық, конкуренция бар. Көп адамға ашылып сөйлемеңіз деп айтқым келеді. Өйткені құпия болыңыз. Өйткені жұмыста кішкене көремаушылық болады ғой. Көремаушылық, орныңызды тартып алу деген сияқты. Сондай карта түсті. Тағы қандай өзгерістер болады? Семейный карталар түсіп жатыр. Бұл жерде тағы айтатын болсам, біреулер сіздің көре алмай, өсектеп, болмаса отбасылық жағдайда бір шағыстыру деген сияқты сондай адамдар болуы мүмкін осы айда. Бірақ барлығы сіздің қолыңызда, өйткені екеулеріңіз бір-бірлеріңізді сүйіп, жақсы көріп, общая крыша, общий финансовый жағы да бір сондай отбасылық карта түсіп тұр. Ондай адамдарға ешқандай құлақ аспаңыз деп айтқым келеді. Өйткені бір-бірлеріңізді жақсы көресіздер. Сондықтан ұрыспауға тырысу керек. Семейный жағдай. Жігітіңіз, күйеуіңіз, яғни жұмыс мәселесімен жолға шығу мүмкін. Өйткені семейный карта түсті, жолға шығу, және де жігіт жұмыс істеу екі жаққа болу. Екеулеріңіз ерлі-зайыптылар екі жақта болу мүмкін бұл келесі айда. Осымен расклад аяқталды. Егер де сіздер жеке аштырам десеңіздер, WhatsApp номерімді жазып қалдырамын, хабарласыңыздар, мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.